Қалайсыздар? Әңгімеден әңгіме туады. Қысқасы, қазақшалап бүйтіп тәтпіштеп айтсам, ашығын айтқанда. Бізге 91-ден дейік па, әлде кеңес үкіметінде енді орысша компартия қандай болды ол кезде? Былай ғой, енді компартия бір бәле тарихқа кетпей ақ қойыңызшы. Былай ғой, жаңағы 11 жыл мектеп балабақшаға барасың, 11 жыл мектепті оқисың, 5 жыл универ институтты оқисың, одан кейін бір жерге жұмысқа кіресің, одан кейін байға тиесің, ұл табасың, қыз табасың, оны балабақшаға апарасың, оны 11 жыл оқытасың, арасында жаңағы ұзату, той, шірбәле, шілдехана, салт дәстүрмен араластырып, сондай ығы-жығы бір бәле болғанда соңғы 60-70 жылда. Мен сіздерге мынаны айтайын. Баяғы заманда, осыдан бір 150 жыл бұрын, мектепке 9 жылдық, 10 жылдық сауат ашуға тек соған алғырлығы, соған ынтасы бар балаларды берген. Қазіргідей Лениннің ликбезі ондай жоқ тұғын. Мысалға, біздің үйде қанша 4 бала-шаға болды ма, үлкен аға мысалы оқыды, болды. Қалғанымызды, біреуімізді суретші, биші, тігінші бірдеме қылды да болды. Бәрі жауапкершілік сол ағамда. Мысалға да, баяғыда сондай тұғын. 10 бала-шаға болса, үйде әйтеуір біреу оқиды, Москваға барып, болмаса баяғы бұдан 2 жыл Қазыбек Тауасарұлы бар ғой, Италияға барып жұлдыз нені оқып келемін десе, сөйтсек өзінің қазағының білімнен артық ештеме жоқ екен деп. Сол сияқты үйден бір-ақ адам оқиды, болды. Сондай демократия болғанда, қазіргідей міндетті түрде анаған бару керек, мынаған бар. Одан кейін байға тиюді. Жасы келді ма, жаңағыдай соған бір лайықты бір ауылда қыз бен жігітті сөйтіп қосқан. Біз сияқты сайт знакомства, Баду, Табур, ойбай көшеде қаяқта кофе ішіп жатқанда кездестіріп қалам ба, Инстаграмда деген жоқ. Қоғам қосқан, қоғам. Ана ауыл мен мына ауыл ақсүйек ойнатып, жеңгелер мына жігітке мына қыз лайықты деп сөйтіп қосқан. Кәдімгідей тірі сондай жүйе болған. Қазақи жүйе, керемет, ғажап. Қазір бір сорлы сүмілік бір сондай мына осы айнаға телміріп қарап отырмыз. Қазақшылықтан алшақтап кеттік. Сондықтан жарнамаға сондай қалыптасып қалған қалыпты бір өмірге ұмтылмай қойыңыздаршы, өтініш. Қазақи дүниеге ұмтылыңыздаршы. Сол кезде бәрі жақсы болады.